Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін маусымның 4-і сәрсенбі. Хабардан сіздер, үкіметтің кезекті мәжілісі болды. Денсаулық даяшылығы саласын жақсартуға байланысты жобалар іріктелді. Әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңдардың талқылауы өтті. Өлгей сұмынының айналасына салынып жатқан сел тасқынының бөгетінің барысы туралы ақпарат тыңдалды. Құрбан айт мейрамына байланысты маманды инспектордың ескертуі. Балалар күні мейрамы қарсаңында 10 бала дүниеге келді. Құрылысшылардың амандығы және әлеуметтік жағдайы туралы тілші репортажы, аймақтық азаматтар өкілдер құрылымының депутаты және қала құрылыс және пәтерлендіру министрінің бас кеңесшісі Ыбырай Мешелұлымен өткізген тілші сұхбаты. Тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтарымен бастаймыз. Үкіметтің кезекті мәжілісі болып, мәжілісте жеке қосымша зейнетақы қамсыздандыру туралы заңның бастапқы жобасы, жалпы салық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы, шаруашылық бірлігінің табыс салығы туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы, жеке табыс салығы туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы, қосымша құн салығы туралы заң жобасы және әлеуметтік қамсыздандыру және осыған байланысты басқа заң жобалары, еңбек туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қатарлы 28 мәселе, сондай-ақ жылу электр станциясы 3-те орын алған апаттың себеп салдары сөз болды. Үкімет мәжілісіндегі шешімдермен министрлер таныстырды. Білім министрі Нарымбайыр білімді қолдау жылы аясында мұғалімдердің тапшылығы жойылып, әлеуметтік мәселелер шешіліп, мектептерге қолжетімділік артады. 2030 жылға қарай жалпы білім беретін мектептердегі бала саны 88 мыңға көбейеді. Осы мақсатта қазірден бастап 108 мектеп пен 95 балабақша салуға қаржы салу мәселесін шешу үстіндеміз. 2 жылдың ішінде 2026 және 2027 жылдарға арналған бюджет әрқайсысы 45 мектеп салуға арналған бюджет қарастырылмақ. Ал қала әкімшілігімен бірлесіп, Астанада салынатын мектептер үшін жер мәселесін шешуді қолға алып жатырмыз. Сондай-ақ Қытайдың ішкі Моңғолиян өнеркәсіп мектебімен бірлесе отырып, Хүнну қаласында Ғылым технологиялық университетіне қарасты халықаралық инженерлік мектеп орнату туралы үкімет қаулысы шықты. Бұл жылына 3 мыңнан астам қосымша инженерлерді даярлауға мүмкіндік береді деп таныстырды. Ал үкімет іс басқармасының басшысы Учырыл бүгін шетелдік қаржы енгізу, отбасы туралы заңдарды мемлекеттік ұлы құрылға ұсыну туралы шешім қабылданды. Бұл жұмыс жоспарға сай жалғасуда. Үкімет бұған дейін мемлекеттік компанияларды басқару мен жариялылықты жақсарту бойынша жұмыс жасады. Осы тұрғыда Тау-Кен компаниялары Ертіс Моңғол компаниясына, ал басқа компаниялар Ерчис Моңғол компаниясына тек қана менеджмент пен өнімділігін жақсарту үшін жұмыс істеді деп атап өтті. Қатерлі ісіктерді зерттеу ұлттық орталығы ісік ауруына байланысты негізгі даяшылықтарды алу үшін күту уақытын қысқарту жолында жұмыс істеп жатыр. Және бұрын 2 ай бойы күтетін сәулемен емдеу қызметін енді 2 күнде алатын болды. Осыған дейін науқастары сәулелік терапия даяшылығын алу үшін бірден 2 ай күтетін. Сондай-ақ кеше орталықсыздандыру саясаты аясында денсаулық министрі Мөңсайхын орталық дәрігерге даяшылықтардың шоғырлануын азайтуға және химиялық емдеуді ұзақ күтуді жоюды қолға алатынын мәлімдеді.
Химиялық емдеуді күту уақытын қысқарту бүкіл ел бойынша жүзеге асырылатын болады. Және бұл даяшылықта аймақтық аудандық ауруханаларда көрсету арқылы тұрғындарға жақындатылмақ. Химиялық емдеуді күту уақытын қысқарту жұмысын жүргізу үшін 1 ай жеткілікті деп көрілуде деп хабарлайды Монсами агенттігінен. Денсаулық саласына 2025 жылдан бастап озық технологияларды енгізу бойынша жетекші бағыттағы жобалар. Соған сай келетін жобалар мен шаралар тізімі кеше өткен денсаулық министрлігінің ғылым және технологиялық кеңесінің екінші отырысында ұсынылып талқыланды. Өткен 2024 жылы денсаулық саласына озық технологияларды енгізудің басым бағыттары ретінде жүрек қан тамырлары және онкологиялық аурулар, жарақаттар мен ақаулар таңдалып жарияланды. Осыған сәйкес келетін 15 жоба іріктелді. Биылдан бастап орталық деңгейде озық технологияларды енгізудің басым бағыттары еліміздегі емделмейтін аурулардың санын азайтуға бағытталған деп хабарлайды Денсаулық министрлігінен. Отбасы, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңның қайта өңделген жобасын әзірлеп, ол жоба мүмкіндігі шектеулі жандар мен қарттар сияқты құқықтары заңмен қорғалатын әлеуметтік топтардың өкілдерімен, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен бірге талқыланып, пікір алмасу өткізілді. Жаңартылған әлеуметтік қамсыздандыру туралы заң жобасында қамқорлық даяшылығын мақсатты топтарға ғана бағыттау, бағдарламалардың түрі мен көлемін оңтайландыру, кейбір бағдарламаларды біріктіру, қолма-қол ақшасыз даяшылықтарды ұлғайту және мақсатты отбасы мен азаматтардың тәуелсіз өмір сүруін дамытатын, мүмкіндіктерін арттыратын, мінез-құлқын өзгертетін және қолдау көрсететін бағдарламалар мен даяшылықтарды енгізу қарастырылған. Әлеуметтік жәрдемақылар мен көмектерді шектеулі уақытты болдырып, еңбекпен қамтуға қарай ауыстыру шаралары қолға алынбақ деп хабарлайды Отбасы, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінен. Аймақ жаңалықтары. Өлгей сұмынының айналасына салынып жатқан сел тасқынының бөгетінің барысы туралы ақпарат тыңдалды. Аймақтық азаматтар өкілдер құрылының төрағасы Бекарыс Алданышұлы сел тасқынына қарасты бөгет жұмыстарын жүргізіп жатқан New Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Дабасамбумен кездесіп, өлгей сұмынын сел тасқынынан қорғау жұмыстарының барысы туралы ақпарат алды. Айта кетсек, соңғы жылдары өлгей сұмынына бірнеше мәрте сел түсіп, тұрғылықты халық айтарлықтай экономикалық шығынға батқандықтан су тасқынынан қорғайтын инженерлік құрылымдар салу қажеттілігі туындағанды. Осы жұмыстар төңірегінде 2018 жылы жалпы ұзындығы 15,3 шақырым ашық және жерасты бөгеулерін салу жұмыстары басталып, 2024 жылғы жағдай бойынша бұл жұмыс 82%-ға орындалған. New Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Давасамбу 2023 жылы ағайын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2,9 шақырым бөгет пен канал жұмыстарын аяқтаса, қалған 12,5 шақырымын New Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Қазіргі жағдаймен Бөкен 1 және Бөкен 2 бағыттарындағы бөгеттер толығымен аяқталды. Ал Бөкен 3 бағытындағы барлық 800 метр құрылыс жұмысы аяқталған жоқ. Оның 400-ден 500 метрін 2025 жылы 4,3 миллиард төгірік қаржыландырумен аяқтауға болатынын атап өтті. Аймақтық азаматтар өкілдер құрылымының төрағасы Бекарыс Алданышұлы Бөкен 1 және Бөкен 2 бөгеттерінің бұрылыс бөлімдері 90 градус бұрылады.
Бұл бұрылыс бөлімдеріндегі бөгеттерді инженерлік шешімдер арқылы жақсарту қажеттігін баса айтты. Бұл сел тасқынының арынын қайтару және бөгеттің тиімділігі мен беріктігін арттыру үшін маңызды деді. Бөгеттің сурет жобасын Монхитро Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірлеп, бастапқыда Бөкеніш бағытындағы бөгетті радиотеледидар антеннасының ауласымен өткіземіз деп жоспарланғанымен, антенна мемлекеттің ерекше қорғалатын нысаны болғандықтан тиісті ұйымнан рұқсат берілмеді. Осыған байланысты жоба қайта қаралып, пысықталуда деп хабарлады мердігер компания. Жиын соңында аймақтық азаматтар өкілдер қорылының төрағасы Бегар Салданышұлы жобаны тиімді жүзеге асыруға жергілікті жер тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіп, құрылыс жұмыстарының уақытылы әрі сапалы аяқталуына жағдай жасауға дайын екенін жеткізді. Әр ұлттың өсу коэффициенті туу дерегімен анықталады. Яғни нәрестелердің өмірге келу жиілігі көп болған сайын, сол халықтың саны өсе бастайды. Елімізде ана мен баланың кінәрәсіз өсіп өнуіне ерекше мән беруде. Дүниежүзілік балалардың құқығын қорғау күнінде 10 бала дүниеге келген. Жыл басынан бері 1000-нан астам бала дүние есігін ашқан екен. Бұл туралы перзентхана меңгерушісі Жанболат Тайранұлы мынадай ақпарат берді. Биылғы жылғы толу коэффициенті деп айтамыз. Енді мына босану коэффициенті ол барлығы 912 адам жеңілдеген. Бұл былтырғы жылғыдан бір 100-дей санмен артық көрсеткіште болып отыр. Барлығы былтырғы жылы 882 ана жеңілдеген, биыл 912 ана жеңілдеген. Бұдан нәрестенің саны болғанда 1012 нәресте дүниеге келген. Былтырғы жылмен салыстырғанда нәрестенің четінеу болып биыл 2 есе артық. Былтыры 5 болған болса, биыл 10 болып отыр. Бұның негізгі ішінен себеп анықтасақ, чала туылған бала, екінші туада біткен нәрестенің ақаулары көп процентін иеленіп отыр. Жалпысы биылғы жылы жатып емделушілер саны былтырғы жылдан өте көп. Екіқабат жүрген аналарымыз биыл жату мөлшері өте жоғары деңгейде жүріліп жатыр. Оның себептері қандай жаңағы шағымдармен келіп емделіп жатыр аналарымыз? Негізгі шағымдар екіқабат жүргендегі қысымның көбеюі, бүйрек аурулары, іштің қатаюы дейді, тонус деп айтамыз. Осындай себептермен көп аналар жатыр. Уақыт болмай тұрғанда аналардың қысым көбеюі, жаңағы чала баланың көп тууына себеп болып отыр. Бірден қысымы көбейіп, ананың денсаулығына ақау келгендіктен жаңағы чала босандыратын жағдайларға тура келіп, чала туған баланың ары қарайда тіршілік ету деңгейі төмендеп, біздің нәрестенің шығынын молайтып отыр. Онымен қоса жаңағы бүйрек аурулары аналардың әртүрлі жағдайларда тонус деп айтамыз, матканың чирауынан ерте босану салдары болып отыр. Одан кейін екінші көп себебі іштегі баланың туада біткен әртүрлі ақаулары. Соның ішінде жүрек тамыр системасының ақауларынан көп нәресте жетінеп отыр. Балалардың іштегі нәрестенің ақауы, қандай бір мүшесінің дамымауы, миына жаңа су толған дейміз, таңдайы тесік дейміз. Әртүрлі аурулар болады ғой. Іштегі нәрестеде соны ерте кезде анықтайтын мүмкіндік қаншалықты деңгейде? Үлкен мәселе іштегі баланың ақауларын анықтау. Шыдамды үлкен аппараттар қажет, оған дайындалған мамандар қажет. Дайындалған мамандардың жетіспеушілігі, аппараттың жетіспеушілігінен жүрек жолдарының, жүрек тамыр системаларының ақауларын анықтау өте қиын жағдайда, бірден босанғанға дейін анықталмайтын ақауларға кіріп отыр. Басқадай жаңағы басқа су толу, басқадай ақаулар болып ерте анықталып отыр. Енді олар көп анадар ол жағдайда босанбайды деп есептесеңіздер болады. Жүрек ауруларының ақаулары болып қазіргі жағдайда анықталу қиын. Осы туылған нәрестелердің ішінде осындай ақауменен қандай бір мүшесінің жетіспеушілігімен туылған нәрестелер бар ма? Биылғы жылы сол 10 нәресте анықталып отыр. 10 нәресте шетінеген, енді осының 5-і ол жүрек ақаулары системаларынан көріп отырмыз. Балалардың сау туылуы аналарының денсаулығына тікелей байланысты. Сондықтан балалы боламын деген әр ана жүктілікті жоспарлап, денсаулығын күтіп, баланың іште дамуын маманды дәрігерлерге үнемі тексертіп отыруы қажет.
Мұсылман қауымының мерекесі қасиетті Құрбан айтқа санаулы күндер қалды. Осыған байланысты көптеген қайырымдылық ұйымдары, азаматтар құрбан шалады. Жыл сайын шалынған малдың қан-жыны ашық далаға тасталып, арық мал сойылып, оны көше арасында ит жемі қылып төгетін келеңсіздіктер орын алғалы көп жылдар болды. Тіпті Қоқыстөбеге апару барысында жолда бөшкеге құйған қан-жын төгіліп, көшені бұлғайтын келеңсіздіктер тағы бар. Енді осы жайында мал дәрігері басқармасының инспекторы Асан Көлпекұлы мынадай ескерту жасайды. Біздің діни ұйымдар және әртүрлі қайырымдылық қорлары, діни бағытта жүрген азаматтарымыз құрбан айтқа байланысты шет елдерден әртүрлі жолмен қаражат кіргізіп кеп және құрбан айт шалады. Осы құрбан айт шалу барысында біз жыл сайын айтып келе жатырмыз. Онда жаңағы құрбан айттарыңыз, шалатын малдарыңызды ет өндірушілерінде сойыңыздар дегенді айтайық деп отыр. Неге дегенде бұл тазалыққа сәл байланысты екінші. Мынау күн жылып кеткендіктен оның әртүрлі қалдықтарын жою, малды таза союға байланысты ет өндірушілер болғанда жұмыстайды бізде. Бізде болғанда құрбан айтқа сойылатын малдарды 3 күнде сойып беретін ет өндірушілердің толық қуаттылығы бар. Неге деген бізде қазір 8 ет өндірісі бар. Осылармен құрбан айт шалатын адамдар, мекеме ұйымдар, қайырымдылық қорлары сол ет өндірушілермен барып шарттарыңызды жасап, малдарын соясыздар деп айтайық. Кейбір жылдар ауыл арасынан кейбір азаматтарымыз сойған осындай қайшылықтар шыққан. Мал денсаулық сақтау туралы заңда арнаулы ортада мал сойған жағдайда шаруашылық бірліктері 1,5 миллион теңге, жеке азаматтар 150 мың теңгеге айыппұл салуға көрсетілген. Осыған байланысты қайырымды бір азаматтар жеке ауыл ортасында арнаулы дайындалмаған орталарда мал соймайсыздар деген дейді. Ал енді одан кейін медресе ұйымдарында сойылады. Бұлар жаңа медресе ұйымда сойғаннан кейін залалсыздандыру жұмыстары міндетті түрде жүргізесіздер. Соны арнаулы маманды мекемелерге шаруашылық бірліктеріне істетесіздер деген ескертіп айтып кетейін. Қалған малдан шыққан қалдықтарды төгу, оны залалсыздандыру, оны жою мәселесі сізге байланысты үлгі сумынан қала көркейту орнына барып шарттарыңызды жасап, арнаулы ақшаларыңызды төлеп апарып өткізіп бересіздер. Бұған болған үлгі сумындағы қоршаған ортаны қорғау маманы, қоршаған орта инспекторы, үлгі сумындық мал дәрігері инспекторы жауаптанады. Одан кейінгі бір мәселе айтатынымыз, арнаулы техника матасу керек. Кей жылдары кейбір азаматтарымыз әртүрлі порт машинелер артып барады. Осындай жаңа жол бойына төгіп кететін қан-жын болып барады жолымыз. Ал ондай жағдай шығармайсыздар. Ал бұнда жаңа қайшылық заңы туралы көрсетілген жаңа қоршаған ортаны ластаған жағдайда қоршаған ортаны бақылау инспекторлары айыппұл салады дегенді ескертіп айтып кетейік деген жұмыс. Кейбір азаматтарымыз айтады бізде, мен көп емес бір 20 сиыр сойуға түсіп, бір 100 қой сойуға түсіп, 200 қой сойуға түсіп, соны мысалы, өз қашамда басқа бір иен тұрған бос орындарда сояйын деген тілектер айтады, бірақ біз оны жылдар рұқсаттамай келеміз. Биыл да солай. Ал кейбір мекемелер олай құрбан айттың алғаш бірінші, екінші күні сойып кеткісі келеді. Ал үшінші күндері біздің ет өндірушілеріміз соғылып бос қалады. Сондықтан ет өндірушілерінің қуаттылығы жететін болғандықтан үшінші күн жаңағы құрбан айтқа шалатын малдарыңызды шалуға болады дегенді ескертіп айтайық деп отырмыз. Одан кейін жаңа ет таратып алып жүргенде арнаулы техника матасуға тиістер. Ал бізде бұл жылтырғаз жаятта портерде ашық-шашық кейбіреулер портердардан ешбір тазалық істемеген, залалсыздандыру жүргізілмеген осындай портер машиналармен таситын жайттар бізде кезіккен. Ал биылдан бастап ондай жоқ, жаңа портер машиналарыңызды дайындап, бітеулеп деген сияқты арнаулы ет тасуға арнап, болмаса жылтырғаздарын жаңағыдай жылтырғаз дорбалар алып осындай жолдаймен жаңа арнаулы дайындалған техникамен тасып таратасыздар дегенді және діни ұйымдарға және қайырымдылық қор мекемелеріне ескертіп айтып кетейік деп отырмыз. Мал сою барысында стандартқа сай келетін ортада сою қажет дегенді Асан мырза қатаң ескертеді. Ауа райының болжамы. Маусымның 4 күнгі 20 сағаттан 5 күнгі 20 сағатқа дейінгі ауа райының алдын ала алынған мәліметіне қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде ауыспалы бұлтты, түнде өлкенің солтүстік, күндіз оңтүстік бөлігіне өткінші жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы жаңбырдың алдында уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді, басқа уақыттарда 3-ден 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 4-ден 9, күндіз 20-дан 25 градус жылы болады. Өлге қаласы маңында ауыспалы бұлтты, тауларға өткінші жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы 5-ден 10 метр секунд, кей уақыттары уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Ауа температурасы түнде 9-дан 11, күндіз 21-ден 23 градус жылы болады. Маусымның 6-сынан 10-на дейінгі ауа райының алдын ала алынған 5 тәуліктік болжамына қарағанда, ауданды уақытта кей жерлерге өткінші жаңбыр жауады.
Жаңбырдың алдында желдің жылдамдығы уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Басқа уақыттарда желдің жылдамдығы 5-ден 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 8-ден 13, күндіз 23-ден 28 градус жылы болады деп хабарлайды аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздер ағымдағы ақпараттармен таныс болдыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, енді назарларыңызға тілшіміз Айбота Әлиқанқызының құрылысшылардың амандығы және әлеуметтік жағдайы атты репортажын ұсынамыз. Қазіргі таңда ең қымбат капитал адам деп есептелінеді. Адамның өмірі, адамның денсаулығы бәрінен қымбат. Көптеген мемлекеттерде адам құқы ең бірінші орынға қойылады. Нәтижесінде барлық мемлекеттік даяшылықтар, еңбек ету ортасы, жүретін жолы, көшесі, тасымал саласы барлығы да адам үшін ең қолайлы болу үшін барынша жайлысын қарастырған. Алайда кей мемлекеттерде адам құқы аяққа тапталып, байлардың немесе қылмыстық топтардың, мафиялар мен элиталардың ғана мүддесі үшін қоғамдық жүйе жұмыс жасайтын жайттары жиі кездеседі. Кейбір соғыс ішінен бүлікшілік орын алған елдердегі жағдай осындай. Ал елімізге келсек, демократиялы мемлекет ретінде адам құқы бірінші орында деп көреді. Экономикасы нарыққа бейімделген. Біздің бүгінгі тақырыбымыз құрылыс саласында еңбек етіп жүрген азаматтардың әлеуметтік мәселесі, қауіпсіздігі болмақ. Соңғы 5 жылдың мәліметімен өндірістік апат, ауыр өнеркәсіптен улану дерегі бойынша 2124 азамат зардап шеккен. Тек 2024 жылда алып көрсек, 712 оқиға тіркеліп, 87 адам қаза тапқан. Мұны 2023 жылмен салыстырсақ, 49%-пен қосылған. Ал тек құрылыс саласына келсек, ел көлемінде 180 өндірістік апат орын алған. Мұның 39,4%-ын биіктен құлау, 16,6%-ын техника салдарынан апатқа ұшырап жарақат алғандар иеленсе, 16,1%-ын биіктен құлаған құрылыс материалдары басқа да заттардың адам денесіне жарақат салу дерегі иеленіп отыр. Сондықтан да еңбекші азаматтар үшін еңбек қауіпсіздігі ең өзекті мәселе. Еліміздің еңбек қауіпсіздігі туралы заңның 14-ші бабында жұмыс беруші адам міндетті түрде жұмысшыларының денсаулығын алдын ала тексертуге міндетті. Шыққан шығынды өз денсаулық қамсыздандыруынан емес, сол компанияның есебінен төлеуге тиіс болатын. Алайда бұл заң көбінде ескерусіз қалады. Оның басты себебі жұмысшылардың өз құқын заңды толық білмейтініне байланысты дейді мамандар. Сондай-ақ еліміздегі өндірістік апаттан тысқары шаң тозаңның салдары да тым ауыр. Бұған ауыр өндіріс ошақтарында жұмыстайтын, кен орындарындағы қарапайым жұмысшыларды жатқызуға болады. Шаң тозаңды жерде жұмыстайтын адамдарға арнайы сүт беріліп, иммунитетін көтеретіндей азық-түлік пен дәрумендермен қамтамасыз етілуі тиіс. Еңбек қауіпсіздігі туралы көптеген оқытулар ұйымдастырылады. Ақпарат құралдарынан айтылады. Алайда ол жиынға аймағымыздағы барлық құрылысшылар қатысады деп айта алмаймыз. Ақпарат құралдарынан беріліп жатқан маманды адамдардың кеңесінде барлығы тыңдады дей алмаймыз. Сондықтан құрылыс салып жатқан әр компания басшысы, қауіпсіздік жауаптанған инженерлері алдымен оқыту ұйымдастырып, қауіпсіздік ережелерін оқытырып барып, құрылыс салынып жатқан аумаққа кіруіне рұқсат берілуі қажет дейді аймақтық құрылыс қала құрылым басқармасының маманы Тамырлан.
Жер қатынас қала құрылым ұйымынан жыл сайын еңбек қауіпсіздігіне байланысты 1 айлық, 3 айлық іс-шараларын ұйымдастырып келеміз. Биылғы іс-шарамыздың ашылу салтанаты болғанда 2025 жылы 4 айдың 2 күні музыкалық драма театрында болған. Аймағымыз көлемінде үкіметтік бюджетпен 6 құрылыс, ал бейресми ұйымдар, жеке адамдардың қаржыландыруымен 3 жатақхана, 7 даяшылық орны, 3 жанармай бекеті, 1079 отбасылық пәтер үй салынуға жоспарланып, құрылыс жұмыстары жүріліп жатыр. Бұл салынып жатқан құрылыстарымызда еңбек қауіпсіздігін қалай сақталып жатыр дегенде, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тек қана жұмыс беруші, құрылыс саласындағы жұмыс берушілер ғана және еңбек қауіпсіздігін жауаптанған мамандар ғана жауапты деп айтуға келмейді. Әрбір жұмыс жасап жатқан азаматшаларымыз өз мүдделері үшін жауапты болуға тиіс. Жұмыс берушінің міндеті деп айтамыз бен, жұмыс беруші болған кезде жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігін құрал жабдықтарымен, жеке басының киім-кешегімен қамтамасыз етеді. Құрылыс алаңында болған кезде және еңбек қауіпсіздігін жауаптанған маман жауаптанады. Ол адам болған кезде күнделікті жұмысқа шығардың алдында еңбек қауіпсіздігін жауаптанған дәптерге қол қойғызумен жұмысымыз басталуға тиісті. Және қол қойған азаматшалардың жеке құрал саймандарын тексеріліп, олардың қауіпсіздігі тексеріліп, жұмысқа шығуға болады деген рұқсат беріліп, жұмысқа шығады. Ал егерде өзінің жеке керектенетін құралдары талапқа сай келмейтін болса, жұмысшы жұмыс жасаудан бас тартуға құқылы. Жеке қорғау құралдарына не жатады дегенде, каска, қолғап, белдік, күнделікті қолданатын көзәйнек, жұмыс істеуге арналған етік, жұмыс киімдері, тағы басқалар жатады. Жұмысшылар болғанда ең әуелі өзінің қауіпсіздігіне байланысты еңбек шартына отыруға тиістіміз. Ал бізде болғанда еңбек шартына отырмай, күнімен жұмыс істейтін адамдар құрылыстарда өте көбейіп кеткендіктен, алдын ала алмай қалатын өкінішті жағдайлар пайда болуда. Еңбек қауіпсіздігін жауаптанған маманның айтқанын орындау басты талаптардың бірі болады негізі. Ал еңбек қауіпсіздік жауаптанған маман болғанда белдіктің қауіпсіздігін тексеріп, белдігін тағып беріп, өрлеу төмендеуге түскенде қолына қандай бір зат ұстамау, биікке шыққанда арнайы баспалдақ қолдану, алдын ала зерттелген баспалдақ қолдану керектігін үнемі ескертіп отыру керек. Жеке қолдану құралдарын болған кезде алдын ала тексеріп, құрал саймандарды өзінің биікке көтеріп беретін құралдары арқылы құрылысқа керектенілетін саймандарды ыдысқа салып, арқан арқылы жоғары көтеріп, подъем дейміз негізінде. Подъем деген нәрсе құрылыс сайман қандай бір құрылыстың жүк тасымалдауға арналған, адам тасымалдауға емес, тек жүк тасымалдауға арналған, сондай жоғары биіктікке шығарып беруге тиісті құрал жабдықтың бірі деп есептейміз. 5 метрден жоғары биіктікте жұмыстаған адамдарды биіктікте жұмыстау ережелерін қатты сақтану керек. 5 метрден жоғары және биік құрылыс, биік алаң деп айтылады, жұмыс алаңы деп айтылады. Бұндай жұмысқа тек арнайы мамандырылған адамдар негізі жұмыстауға тиісті. Арнайы мамандандырылып, олар сертификатталған болуға тиісті отыр ғой. Ал бізде болғанда ондай жаңағы өкінішке орай жүзеге аспай отыр. Жұмыс беруші болған кезде жұмыс жасап жатқан адам құрылыс алаңында еңбек қауіпсіздігін жауаптанған маманға берген кеңестерін орындап, әр адам жеке жауапты жеке өз-өзіне жауапты болған дұрыс. Демократиялық кезеңнен бұрын құрылыс саласы өте ірі бір сала ретінде қарастырылатын. Құрылыс тресі маманды қызметкерлермен қамтамасыз етіліп, барлығы өкімет бақылауында болған. Ол замандарда көп қайшылық шықпайтын дейді қарт құрылысшы. Құрылыс инженері қызметін 40 жыл атқарған қызмет ақсақал. Мына нарықтан бұрын мәселе артық сағат албаты жұмыстатпайды. Бұның себебі адамның энергиясы деген болады. Күш қуаты деген сөз. Осының жұмыстауын хронометраж деген аспаппен өлшейді екен. Хронометраж деген. Демесе энергиясын толтыру үшін адамдар түстік тамаққа ішеді. Ақшасыз тамақ ішеді. Құрылысқа әлеуметтік жағынан жалақы қалыпты. Өзінің істегеніне қарай еңбек өніміне байланысты жалақысын дұрыс алады. Ол жалақыда даудамай болмайды. Артық кем мынау сөйтті мына деген ондай сөз жоқ қой. Ал екінші адамдардың еңбегін, киімін, сайманын, осының бәрін қанағаттайды. Өздері үкіметтен беруге тиісті. Еңбек сақтау қазір инженер деген үлкен құрылыстарда бөлек болады. Бір инженер жеке жұмыстайды ғой. Қазір құрылыстардан қанша адам құлап, шығындалып жатыр. Мысалы, мертігіп жатыр. Осындай болмауға тиісті. Осындай жағдай албат шықпайды. Мен өз өмірімде бірінші 10 жылдықты салдырғанда 3 қабат қой анау. Алғашқы құрылыс. 62 жылы 4 айда басталған құрылыс болатын мынау. Сонан 65 жылға дейін салынды. Сонда бір әйел шатыдан құлап мерт болды. Осыдан басқа құлап мерт болған, айтқан, биткен деген ондай жағдай албады.
шыққан жоқ. Содан кейін дизель станция деген бір құрылыс болды. Онда оқысам бір мұңғыл азаматтағы құлап қайтыс болды. Осындай 2 адамның шығыны болды. Қанша жыл жұмыс істедіңіз? Мен енді құрылыстың дегенді 62 жылы 22 жасымда барлығын Урсин Байсақсы деген болады. Son 4 жыл жарым істедім. Онан кейін мына маман мектеп орнату керек деп осыған жіберді. Соны басқарып құрылысын о бастан зұрық төсімін әкеп бәрін салдырып осыған істеп, сонан кейін өзім старший мастер деп айтады, ақылық мастер мұғалім, мастер мұғалім. Одан кейін қосымша оны теория беретін мұғалімдер бөлек болады. Осындай бақшы мастер деген ана класты жауаптанады, еңбекке үйретеді. Осындай болған. Енді қазіргі таңдағы құрылысшылардың әлеуметтік жағдайы қандай деп ойлайсыз? Енді өзіңіз осы салада 40 жылғы, 50 жылғы тәжірибеңізге сүйене отырып. Мен қазіргі жағдай бір қалыпты жақсы емес деп есептеймін, көремін. Неге десең, кейбіреуі кемістік өте көп екен, ойына келген істейді екен. Құрылыстың зұрық төсім деген ең қатты Сурет жобасы. Сурет жобасы. Осы қайтқанымда экспрессден батылып келген болу керек. Оны бұлар істетпейді екен. Кейбіреу жекеменшік өзім білем деп ойына келген істеп жатқан жағдай бар екен. Құрылыстың заңы бойынша құрылыстың жалақысын 21 жыл 2 қайта қосты ғой үкімет. Ол жалақыны қазір ескеріп онымен есеп істеп жүрген бір компания жоқ деп айтуға болады. Екінші, артық сағаттың жалақысы деген болады. 9 сағаттан бастап істесе 50% жалақысын қосуға тиісті. 10 сағат істесе 2 есе қосуға тиісті жалақысы. Ол жоқ. Адам баласына жан ашымайды. Осындай компаниялар бар. Салып қояды, кешке әбден түнде келеді кейбіреу мысалы. Әйелдердің мысалы бала шағасы болады үйінде. Арт жағдайы әйел адамда қиын ғой. Осындай кемістік бар. Оларға жаңағы еңбек киімін бермейді екен, сайманын бермейді екен. Күндіз бір рет тамақ істануға тиісті. Ол жоқ, оның бәрі. Кейбіреуінде. Кейбіреу беріп жатыр. Кейбіреу баяғы қарау дейміз бенде. Заң біреу ақ қой. 2 заң деген жоқ қой. Заңның бәрін азамат орындауға тиісті. Кім болса да. Мүмкін азаматтар өздері өз құқын білу керек шығар. Сол құқын білмей олар қарапайым адамдар қанша өлшемін қайтып алатынын да, мысалы, оның бағасы қандай екен деген одан түкте жоқ. Айтқаныменен баяғы мен сені әсем күннің бәленбайсам сен осыған келсесің бі деп шарт жасадық деп кейбіреу өлгендей алдайды екен. Ол шартта жұмыстың көлемі, оның бағасы бәрі анықталған болу керек. Одан жай қарапайым адам қайдан біледі? Білмейді. Білмеген уышет деген осы. Өзіңіз аралап жүріп көрдіңіз ғой, иә? Енді мен ана жұмыстап жүрген кісілерден естідім ғой. Енді қалың орында бар ғой қазір. Қалың штаттан тыс кісілер бар. Еңбек сақтау деген өте биік құрылыстарға қажет. Оның инженер бөлек болуға тиісті. Ал кәсіподақтар федерациясында құрылысшылардың құқы қандай деңгейде қорғалады? Құрылысшылары өз құқы мен еңбегін қалай қорғауда деген сауалдарымызға аталмыш ұйымның бастығы Кеңшілік Ақбапиұлы мынадай ақпарат берді. Құрылысшылардың кәсіподақ ұйымы жоқ. Бір кезде біздің аймағымыздың тарихында құрылысшылардың құқығын қорғайтын ұйымдық ең үлкен ұйымдық болады. Соңғы кезде неге жоқ десеңіз, бұл кісілер бізден қашады. Неге? Біз ол кісілерге пәленбай ақша бер, күніне пәленбай ақша кел деп тұрмаймыз. Біз ол кісілерді оқытамыз, олардың уақыты кетеді. Ол кісілерге жақсылық жасаймыз. Ол бізден ұққан нәрсесін жаңа жұмыс берушісіне барып айтып, үлкен талап ететін болғандықтан, қазіргі қоғамда жұмыс берушілер де, жұмысшылар да біздің қашатын сондай бір екінші көмескі жер бар. Бұл түсініксіздік, білмегендіктен. Мысалы, егер бізде кәсіподақ ұйымы бар болатын болса, құрылысшылар сол компаниялармен бірігіп отырып, сол компаниядағы жұмыстайтын құрылысшыларды компаниямен бірлесе отырып, оқығанда шарт дегеніміз не? Бұл шартта не көрсетіледі? Мысалы, біз сабақтарды айтамыз, ол орындалмайды. Ең бергі бір нәрсесін айтайын. Мына қазіргі құрылысшыларда біздікі жаздың бірнеше айында ғана құрылыс алатын болғандықтан демалатын уақыт дейтін бұл кісілер болмайды. Таңертең 8-де келіп, кешке 5-ке дейін, 6-ға 7-ге дейін бір ұйымдықта жұмыстаса, бір компанияда шай іше ме, ішпей ме, біреудің 2 қабат үйін жинайды. Не болмаса, екінші біреудің жұмысын істейді. 6-7 күн жоқ. Мысалы, техника емес бұлар. Сондықтан бұл адамдардың дем алатын уақыты, бұл адамдардың оқып үйренетін уақыты, бұл адамдардың бала шағасына, үй ішіне уақыт шығаратын уақыттар болмайды.
Ал қыста анда Улан-Баторға кетеді, мысалы басқа шетелдерге шығып жұмыс істейді. Осындай қаншама бір топ адамдар бар да. Сондықтан егер осы кісілер бізге келсе, біз бұлардың алтынмен аптап, күміспен күптемесек те, біттей біліміне әсер етедік, біліміне. Біттей білімінің шартты қалай жасайды, ол шарттың ішінде не көрсетіледі, оның несіне айлығын ала алмай да жүретін адамдар бар. Ешбір шарт жасалмайды да, береміз, ана құрылыс пайдаға береміз, ол ақша кірмей жатыр, мынау деп былтырғы айлығын биыл алып жататын адам бар. Осының бәріне бір біттей әсер тиереді деп өз басымыз ойлаймыз. Мүмкін сіздер әсер ету жұмыстарын жақсы жасамай жатқандықтан халық білмей жатыр ма деген сұрақ туындайды да. Кәсіподақ ұйымы әркімді үйінен барып жетектеп алып әкеп келетін емес. Моңғол үкіметінің заңы бар. Кәсіподақ ұйымы не істейді деген жаңағы ұстанымы өзінде бар. Мысалы бізде қаншама ұйымдық, қаншама сұмындар бар. Біз бір сұмынның бір ұйымдығына енді үнемі жүріп тұрдым дегенде баяғы 3 жылда ма бір рет кіретін ғана мүмкіндікте. Өйткені бізде сұмын әкімшілігі ұқсаған, аймақ әкімшілігі ұқсаған қалың жұмыста адамдар болмайды. Біз қайтып жұмыстаймыз сол ұйымдықтағы біздің белсенділер арқылы. Мысалы, анау ұзақта жатқан сұмындарға, анау ұзақта жүрген мектеп, балабақша осының адамдары сол ұйымдықтардың белсенділері арқылы біз бірге жұмыстаймыз. Ондағы көп қайшылық болады, енді ол мына жерде айтқан оңай, істегенде өте қиын. Бұл біздің кәсіподақ ұйымы қарсы тұрушылардың саны сан мыңдаған адамдар болады. Өйткені жұмыс берушілерден кәсіподақ не сұрайды? Жайлы орта сұрайды жұмысшы қауым. Айлығының уақытында беруін талап етеді. Жұмыс істеген ортасы жайлы болуын сұрайды. Сондықтан кәсіподақ керем жоқ. Кәсіподақ мүмкін бір басқа бір партияның адамдары шығар деп ойлайтын адамдар бар. Бұл қоғамдық барлық адамдардың қоғами, саяси білімділігін жоғарылатпай, бұл жұмыс ешқашан жүрмейді. Мүшелікке қалай ілесе алады? Кәсіподақтар ұйымына қалай кіре алады? Ол өте оңай. Сол компаниядағы немене топтаған ана компания, мына компанияда құрушылардың адамдар бізге келіп, біз сіздерге мүшелікке кіреміз. Сен бізге не істей аласың? Қандай жақсылығың бар? Біз саған бірігіп мүшелікке келгенде біздің сенің атқаратын міндетіміз не деген саған келетін болса, ең бірде біз осы кісілердің білімін жоғарылатуға. Екі дегенде жұмыс берушісіне осылай қарым-қатынасты ол төбелес емес. Бұл заңда көрсетіп қойғанымыз. Кәсіподақ ұйымы деген сөз жұмысшы қауым. Жұмысшы қауым деген сөз сол компанияның, сол ұйымдықтың жұмысын жүргізіп беретін жаңағы бір сөздің айтқан техника. Бұдар жанды техника. Қазіргі үлгімізде, сұмынымызда, қырда, ойда қаншама екіқабат құрылыс, қаншама хаус, қаншама он неше қабат құрылыс нәрселер бітіп жатыр. Мысалы, үкіметтік бюджеттік ұйымдықта жұмыс істейтін адамдар күнделікті жұмысын атқарып жүр деген сөз, сол күнделікті жұмыстың өнімі сол ол кісілерге заңмен жүктеп қойған. Бұл сол халықтың атымен сол жұмысшы қауым істеп жатыр. Бірақ артық сағат жұмыс істесе айлығын алу керек. 67-ші күн жұмыс істесе заң бойынша ақшасын үстемесін алу керек. 67-ші күн қандай бір іс-шара ұйымдастырмай үйіне бала шағасына қарап, бала шағасының тәрбиесіне қарап жұмыс ұйымдастырмай жату керек. Бұл жерде жасыратыны жоқ. Мысалы, анау болды, мынау болды дейді. 5 күн жұмыс, 6-ші күні спорттық қандай бір бәсекелер, 7-ші күні қандай бір әңгіме, осымен 7 күн бітеді, 6-7 ай үйіне тоқтамай жүрген ол балаға қандай ана адам тәрбие бере алады. Сондықтан бұл кәсіподақ ұйымы жай біреуден бір үшін төгіріктің жарын алу үшін отырған адам емес. Бұның арғы қағидасы. Ал үйіне қарамаған адамның баласының тәрбиесі не болады? Тәрбиесі жоқ, көрген аз болған бала не болады? Мысалы, арғы қарай кете беретін болса, көп қоғамға пайдасы тиеді деп жасалады. Құрылысшылар сіздерге қанша жарна төлеп ілесе алады мүшелікке? Заңда көрсетіп қойғаны негізгі жалақысынан өз ұйымдығына 1% төлейді. Мысалы, бір ұйымдықта 50 құрылысшы бар болады дейсің, өз ұйымдығына сай төгірік дейтін болса, айына өз ұйымдығына 10 мың төгірік береді. Сол жинаған ақшадан біз бір кісіден бір қазіргі неменемен бір 3 мың төгіріктің көлемінде бізге келеді. Айына жарнасын беріп тұрады. Бір жылына бір 36 мың төгірік. Ал 36 мың төгірік беріп, енді мүмкін кейде 300 айдың, кейде 300 пәленпай сайдың. Ақшалай емес, жаңағы ананың білім дәрежесіне қазіргі қоғамда болмай жатқан мәселесін шешуге құрылысшылар кәсіподағының беретін мүмкіндігі бар. Оны мен істемеймін, мына жерде отыр. Моңғолияның құрылысшылар кәсіподақтар федерациясы деген үлкен ұйым бар. Бұдан адамдар келіп оқытып, осы Байын өлкеге, Қобдаға, анда-мында қай Торынғауға барып оқытып, осындағы адамдар тізімдеп, мынандай компанияда мынандай 12 кісі жұмыс істейді екен, мынандай компанияда 50 кісі жұмыс істейді екен, ана 50 кісі жұмыс істеген ұйымдықтың жұмысы өте ауыр екен, мына ұйымдықтікі аздап жеңіл екен, мынандай стандартқа сәйкестіру керек. Өстіп келетін болса, бұл жұмысшы қауымның бірінші дені сау болар еді, ұзақ жасар еді. Күнделікті өніміне мүмкіндік болар еді. Мысалы, ұйқысы қанбай күнде шаршаумен жүрген кісінің қолынан қанша өнім шығады? Бұл адамды демалғызу сағаты, жұмыстату сағаты неге заңдастырып қойған? Бұл дүние жүзінде осындай. Ол нәрсесі ары бері кеткендіктен қандай бір қалың келеңсіздер апарып соғуы мүмкін. Еңбек шарттарына сәйкес жұмыс беруші де, жұмыс жасаушы да ортақ мәміледе жұмыстау қажет.
эки тараптан кайбиры зыян шекпеу кажет. Ендеше курулуш деген ауыр әрі мехнатты шаруаны аткарып, өз өлкесінің дамысына зор үлес қосып жүрген құрылысшыларымызға рахметіміз шексіз дейді Кеңшілік мырза. Үкіметтің 2024 жылдан 2028 жылдарға арналған іс-шаралары жоспары аясында 150 мың тұрғын үйді пайдалануға беру жоспары жасалып жатқаны белгілі болды. Соның ішінде еліміздің 431 сомынының әрбіріне мемлекеттік қызметкерлерге арналған тұрғын үйлер салынбақ. Мұнда аймақ орталығынан шалғай сумындарға 15, ал жақын сумындарға 8 үйлік тұрғын үй салынады. Биылғы жылы 67 сумынға бұл жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Соның ішінде аймағымыздың 2 сумынының екеуіне де 15 үйлік тұрғын үй салдыру көзделіп отыр. Бұның сыртында Ноғынор сумынына мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асып жатқан істер, аймақ әкімінің іс бағдарламасына енген аймағымыздың өркенін алға жетелейтін 5 мега жоба төңірегінде аймақтық азаматтар өкілдер құрылымының депутаты және қала құрылымы, құрылыс және пәтерлендіру министрінің бас кеңесшісі Ыбырай Мешелұлымен өткізген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті тыңдарман қауым, бүгін бізде қонақта аймақтық азаматтар өкілі құрылымының депутаты және қала құрылымы, құрылыс, тұрғын үймен қамтамасыз ету министрінің бас кеңесшісі Ыбырай Мешелұлы шақыруымызды қабыл алып келіп отыр. Әуелгі сізге қоятын сұрағымыз, биылғы жылы енді өзіңіз сайланған Ноғынор сумынына көптеген істер атқаруға жоспарлап жатыр екенсіз. Осының маңызды дегеніне тоқтала кетсеңіз. Ассалаумағалейкум радио тыңдаушылар. Сіздерге бүгін 5-ші жылдың сәлемін жолдаймын. Ноғынор сумында біз Саған Бор деген баққа электрон желісін қосқалы отырмыз. Мына 21-ші ғасырда қазір сонда бір 50 жанұя бар. Осы жанұяларда тоқ мәселесі жоқ болғандықтан біз осы депутат болып, Ноғынордан сайланған 3 депутат бәріміз бірігіп, осы электрон жүйесіне қосайық деп желісіне жұмыстап жатырмыз. Осыған биыл жазда қосып, осы жұмысты атқарайық деп жатырмыз. Бірінші маңызды жұмыс. Екінші болғанда біздің Яматы тау деген бар. Біздің өзімізше айтқан Қаратақыр деген қазір 8-ші айдың 1-нен бастап біздің шөпшілер түседі. Қыста өте суық кезде, мысалы, Аштыкөл жағасында мал бағып жатқан кісілерге телефонға сөйлесетін жағдайлар шығады. Сонда мұнда телефон байланысы жоқ. Оның үстіне мына өздеріңіз білесіздер, мына 21-ші ғасырда интернет деген ауадай қажет. Мына интернет жоқ, сондықтан сол жерге біз 4G ұялы телефон жүйесін салғалы жатырмыз. Одан ары қарай айтсақ, мектептің ұлдардың жатақханасын ішін ремонт жасап, жағдайдан тағы жақсартайық деген осындай үлкен жұмыстар жоспарлап жасап жатырмыз. Енді өзіңіз қала құрылымы, құрылыс, тұрғын үймен қамтамасыз ету министрінің бас кеңесшісі ретінде еліміздің өркенін ілгері бастыратын көптеген жоба бағдарламалар әзірлеу жұмыс тобының ортасында болдыңыз. Осы министрліктен еліміздің өркеніне байланысты, жаңағы жеделдетуге байланысты қандай ірі жоба бағдарламалар атқарылды? Осыған бір қысқаша тоқталып өтсеңіз. Ең маңызды біздің министрден қойған 24-тен 28 жылы 150 мың пәтер үй пайдаға береміз деген жоспар жасап отыр. Көбінде біз 431 сумынға сон бас сайын мемлекеттік қызметкерлердің пәтер үйін саламыз деген жоба шығарған. Бұл жоба қалай шығарған дегенде, мысалы кейбір сонында кейбір ұзақ жерлерде, мысалы мына өкіметтің жақсы мұғалімдер, жақсы дәрігерлер барғанда 1-2 жыл өмір сүргенде пәтер үй жоқ. Сол пәтер үй жоқ болғандықтан ол сумынға 3 жылмен ба 2 жылмен жұмыстау үшін пәтер үй сатып алу, майлап тұрайын десе майлайтын жер жоқ. Сондықтан осы кісілерге арналған сумындарға, аймақ түбінен ұзақ сумындарға 15 үйдің, жақын сумындарға 8 үйдің пәтер үй салатын жоспар жасап, биылғы жыл 67 сумынға салатын жоспар жасап, соның ішіне Байөлгүйден біз мына бейсен мүше бар бәріміз бірігіп 2 сумды кіргізіп отырмыз. Біріншісі Ноғынор сум, екінші Елгүй сум. Биыл 15 сумысына 30 үй пәтер үй салынады. Бұл болғанда сол мемлекет жұмысшылар деп отырған себебі бізге ауадай қажет, өте мықты дәрігерлер, өте мықты мұғалімдер 1 жыл 2 жылмен жұмыстату үшін осы пәтер үйге текке өмір сүріп, азғантай шағын өзінің жылуының,
электр бағасын төлеп өмір сүретін осындай жағдай жасап жатырмыз. Осы қаладан қырға өмір сүреді деген план бойынша хотос көде деп айтады ғой моңғолша. Сол қаладан қырға жұмыс жасайтын кісілер тарту үшін осындай жоспар жасап жатырмыз мемлекет бойынша. Соңғы кезде тағы да мына қайырымдылық шараларын жасау арқылы тағы да халықтың назарына ілініп жатсыз. Жалпы мұқтаж жандардың қажеттілігін толық қамтамасыз ету үшін мемлекет және жеке адамдардың тарапынан қоғамдық жауапкершілік аясында қандай жұмыстар атқарса болады деп ойлайсыз? Қазақта бір мақал бар ғой, оң қолын берген садақасын сол қолын көрмесін деген. Мен енді 2000 жылдан бері өз шамамша, өзімнің шыдамымен жетісінше балаларға және мына мұқтажы қоғамдағы нәзік топтарға дейді ғой, осы кісілерге қол ұшын беруге өте тырысамын. Мысалы айтып кетсем, ең алғаш өзімнің Ноғонорда бірге тұрған досым болған Серқан деген. Осы қатты ауырып барғанда қалаға апарып емдетіп, баяғы ауыр жағдайлар болған. Соның соңында 10 жыл бірге оқыған досым болған. Өте қатты ауырдым ғой, саған не керек деп, маған бір машина алып берші деген. Мысалы машина алып бер. Оны ешкім айтқан жоқ. Айтқым да келмейді. Мысалы мен біреуге көмектестім, біріне дорба бердім, айттым, бүйтіп айтқым келмейді. Бірақ қазіргі заманда әлеуметтік желіде мысалы өте дамып кеткендіктен қандай бір нәрсе жасыру мүмкін емес болып қалып тұр. Мысалы қазір интернетке шығады, қазір сурет алған кісілер мысалы өз фейсбугына қоя салады. Оның бәріне біз ие бола алмаймыз. Мысалы сондықтан кейбір жағдайда шығып жатқан жағдайлар бар. Әйтпесе біз бөсіп, бөжейік деп интернет желісіне қоймаймыз дегенді айта кеткім келеді. Бұрынғыдай емес, біздің осы Бай-Өлгейде әсіресе қазақ азаматтарымыз бас тағы да енді мына жағдайсыз кісілерге қол ұшын беріп, көмектесетін осындай бір әдемі заман келе жатыр. Оған да өте қуаныштымын. Мысалы 2000 жылдары мен өзім қалада да, мысалы мешітте тұрған балаларға да жыл сайын өз басым құрбан айтыс деп мысалы қалада жүргенде мен алаяқта тұратын балаларға, анатолияда тұратын балаларға өз шамамша құрбан айтын шалып көмектесетін. Бірақ оны мен ешкімге айтпаймын, электр жүйесіне де қоймаймын. Неге дегенде бұл азаматтық тұрғыда парыз деп ойлаймын бір жағынан. Бір жағынан көмек, бір жағынан парызым деп ойлап осындай жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді үкіметтен қамқорлық даяшылық дәл сол адамдарға барып жатыр ма десек, кейбір жағдайда енді құпия емес, бармай жатқан жағдайлар бар. Соған біз енді аймақтан сайланған депутат тұрғыда бақылау қойып жұмыстап отырмыз, әлде де жұмыстаймыз. Осы жағдайсыз адамдарға баратын карт береді, мысалы, жағдайсыз кісілерге айлық карт товарларын береді. Соның бәріне біз назар аударып отырмыз. Енді жылдан жылға жақсарып келе жатыр деп отырмыз. Жылдан жылға жақсарады дегенге кәміл сенемін. Аймағымызды өркендетуге байланысты Демократиялық партиясына жергілікті жердің билігіне келгеннен бері аймақ әкімінің жоба бағдарламасы шықты. Осылар жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Аймақ іс басқармасына өз пікірімізді енгізгенбіз. Маңызды деген 5 мега жобаны айта кетсек, біріншіде болғанда дайын өткелген тұрақты іске қосу бірінші. Екіншіде болғанда Ақкөл еркін зонасын үлкейтіп жұмыстату. Үшінші болғанда әуежай халықаралық 4C дәрежелік әуежайын пайдаға берсек деген үшінші жобамыз бар. Төртінші болғанда Сеңгіл сұмынан Дайынға дейін 132,9 километр асфальт жол салдыру. Бесінші жол болғанда Алтай Бесбойда табиғи саябағының 4 мезгілдік туризм кешенін салу жобасын атқару. Осындай 5 мега жобаны іске асырамыз деп пландап отырмыз. Бұл болғанда енді халықтың жағдайын жақсарту үшін бұдан халықтың жұмыс жері пайда болады. Біздің Бай-Өлгей аймағымыз 21 аймақтан ерекшелігі бар. Бізде болғанда мысалы тау кеңі өркендемеген. Сондықтан бізде екі шекара жақын. Енді мына дайын жағы ашылатын болса, біз Қытай, орыс екі шекарамен біздің халқымыз осында сауда-саттық бизнес жасап өз жұмыс орын өздері тауып, жақсы өмір сүретін, жақсы шарадар болады дейді. Жол келсе, өркен келеді деп айтады. Замандағы көкжел жерінде моңғол кісілер айтады ғой, сол бізде жол келсе, өркен келеді деп ойлаймын. Сондықтан біздің аймағымыз, біздің халықтың жағдайы жақсарып, өркен келеді дегенге кәміл сенемін. Рахмет аға, бүгін біздің шақыруымызды қабыл алып, студиямызға қонақ болып, халыққа атқарып жатқан шаруаларыңыз туралы кеңінен түсінік бердіңіз. Алдағы қызметіңізден сәттілік тілейміз. Рахмет, сіздердің де жұмыстарыңыз табысты болсын. Көп-көп рахмет. Сіздер аймақтық азаматтар өкілдер құрылымының депутаты және қала құрылымы, құрылыс және пәтерлендіру министрінің бас кеңесшісі Ыбырай Мешелұлымен өткізген тілші Қуат Уатқанұлының сұхбатын тыңдадыңыздар.
Құлақтандырулар. Тыңдармандар назарына. Монғолия және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын жазушы журналист Рысбек Зұрғанбайұлының 70 жасқа толу мерейтойына орай ақынның шығармалары бойынша көпшілік арасына мәнерлеп оқу, сын рецензия, ән әуеніне жарияланған әдеби жүлдеге қатысатын туындылар алдағы 15 маусымға дейін ғана қабылданады. Жүлдеге ұсынылған туындылар сыналтылып, алғашқы орын иеленген жүлдегерлер 20 маусым күні Құрманхан Мұхамедиұлы атындағы музыкалы драма театрында жүрілетін ақынның шығармашылық кештігіне қатысатын болады. Жүлде қоры 5 миллион төгірік. Туындылары моңғол қазақ тілінде жазылады. Қатысыңыздар, бәйгелі болуға асығыңыздар. Ұйымдастырушылар алқасы. 2025 жылғы 4-5 маусым күндері сағат 10-нан 17 аралығында аймақ басшысының аппаратының мәжіліс залында Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында шәкіртақымен білім алу мүмкіндігі туралы ақпарат беру, жұмысқа орналасу және құжаттану бойынша ақпарат беру мақсатында Абай облысы шетелдегі қазақтарды қолдау және ақпараттандыру орталығының өкілдері азаматтармен кездеседі. Баршаңызды кездесуге келіп, ақпаратпен танысуға шақырамыз. Байланыс телефондары 80 67 20 96 94 58 79 97. Қазақстанның Абай облысы Абай ауданы Саржал ауылына мал шаруашылық саласына отбасылы адамдарды жұмыс қыламыз. Көшіп баратын әр отбасының әр мүшесіне 275.242 теңге төленеді. Баспана алу үшін 4,5 миллион теңге төленеді. Байланыс телефондары қосу 7 771 546 31 24. Қосу 7 775 175 55 57 95 41 46 47. Алтай сұмыны 3-ші бақ жиналысы маусымның 6-сы күні 12 сағатта Сұмындық мәдениет орталығында болатындықтан бақ қалқын толық қатысуға шақырамыз. Бақ әкімі Құмырбек, бақтың бұқаралық жиын бастығы Жайдарқан. Ноғыныр сұмыны бақылық бақ жиналысы ертең маусымның 5-і күні 11 сағатта, Шіктей бақ жиналысы 13 сағатта, Қобдығол бақ жиналысы 15 сағатта, Қызылтас бақ жиналысы маусымның 6-сы күні 13 сағатта болады. Жиналысқа Сұмын әкімі, әлеуметтік қамсыздандыру басқармасы маманы, мемлекеттік тіркеу бөлімінің маманы, жер үйлестіру маманы, мал дәрігер маманы қатарлы жұмыс тобы жұмыстайтын болғандықтан, аталмыш бақ қалқын толық қатысуға шақырамыз. Ноғыныр Сұмыны әкімі іс басқармасы. Мамырдың 25 күні түнде Сақсайдың Өмінқолдың Қағылғаты өлкесінен 15 қозы, 6 лақ, 4 қой, 2 ешкі жоғалды. Осы малдарды көрген білген адам болса 80 16 47 17 99 91 02 80 94 53 34 34 телефондарына хабарласыңыздар. Сыйлығы 600 мың төгірік. Мақсұм қонақ үйіне түнгі кезекшілікке ресепшн және тазалықшы жұмыс қаламыз. Байланыс телефоны 85 18 76 76. Тұрақты жұмыстайтын менеджері, ресепшн, даяшы, тазалаушы жұмыс қаламыз. Байланыс телефоны 99 91 94 46. 4-ші айдың 18 күні Өлгей сұмыны 3-ші бақ 10-шы мектептің артынан сынық мүйіз, қарала қол сиыр қашадан шығып кетіп жоғалды. Көрген білген адам болса 94 73 75 55 телефонына хабарласыңыздар. Мол мөлшерде сыйлығы бар. Мәлімет берушінің есімі құпия сақталады. Наурыз айының ортасы кезінде Бұғыты сұмыны Тошанды өлкесіндегі жылқыдан Нержақ санында ұлтаңбасы бар кердөнен жоғалды. Бақылық өлкесіне баруы мүмкін. Көрген білген адам болса Тошандыдағы жәрдемге немесе 95 78 44 43 85 12 23 40 телефондарына хабарласыңыздар. Мол мөлшерде сыйлығы бар.
науқан қабыл болсын. Саудабайұлы Дәлелқан марқұмның жетісі маусымның 5 күні бейсенбіде Сақсай сұмыны Бітеудегі қара шаңырағы бауыры Көшерқанның үйінен беріледі. Ағасы Өнерқан Зайыбы Бикен, бауырлары Көшерқан, Бәделқан, Самалқан, Пионері Әбу, балалары Серікбол, Ержанат, Әлима және туыстары. Кәлімбай қызы Гаухар марқұмның 40 маусымның 5 күні Сеңгіл сұмыны орталығындағы шаңырағында беріледі. Ағалары Жанқабай, Дыба, абысыны Жазира, бауырлары Бегдір, Петір, қайны Еркін, балалары Нұрлан, Қанат, Сұлтанбек, күйеу баласы Мұқтар және қыз келіндер мен ағайын туыстары. Бабиұлы Бәйтей марқұмның науқаны ертең маусымның 5 күні Ұланғұс сұмыны Ақтомпақтағы шаңырағында беріледі. Апайы Биғайша, бауырлары Қуандық, Көкей, Пайдолда, Қасбатыр, Қаукен, балалары Қайырқан, Тоқталқан, Тұрарқан, Бауыржан, қарындасы Айша. Қабар айтамыз. Бұйынты сұмыны тұрғыны Саңырау Қабарұлы, Сұрықбайырұлы Солтаны 78 жасында бүгін қайтыс болды. Марқұм Солтаны маусымның 6 күні жұмада Бұйынты сұмыны жолтының аузына жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы Зайыбы Қуатберді, бауырлары Пердебек, Дағыз, Ербол, балалары Есіл, Айдос, Сәкен, балдыздары Тілекберді, Әкіш, күйеу баласы Алтай, бажасы Сайлау және қыз күйеу балалары. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.